Сәлем барлықтарыңызға. Бұл сабақта олимпиадалық есептерді шығару курсы, сұрыптар алгоритмдері бөлімі, сұрыптау 1 деген тақырыптағы 4 есеп қалған: годовой баланс, рабочее время, маги, сортировка масс деген сол 4 есепті шығарамыз. Бірінші есеп годовой баланс деген есеп, жылдық баланс. Бұл жерде бухгалтерияға шығыстар туралы және кіріс туралы мәлімет келеді екен. Шығыс А теңге, кіріс Б теңге. Мыналар шындықпен жанаспайтын, бәрібір шындықпен жанаспайтын білген есепші өзінің ойын іске асырғысы келеді. Ол адамдар сандарды терген кезде клавиатурадан цифрлардың орнын ауыстырып алатын біледі. Сондықтан ол шығысты үлкейтіп, цифрлардың орнын ауыстырып, ал кірісті цифрлардың орнын ауыстырып кішірейтіп, екеуінің айырмашылығын үлкейтпек ойы бар. Сонда ол қалтасына салатын ақшада көбейеді екен. Бір жағдай болып тексеріс болатын болса, ол сандарды терген хатшыға кінәні аудара салады. Сондықтан сол есепшіге көмектесетін бағдарлама жазу керек екен. Бұл жерде басында 0 тұра алмайды. Мысалға мына 10 болса 0,1 болып ауыса алмайды екен. Мына екеуінің орнын ауыстырсақ, бірінші жолда шығыс тұр, екінші жолда кіріс тұр. Шығысты үлкейту керек. 8 мен 1-дің орнын ауыстырамыз, 81 болады. Ал онда 0 мен 1-дің орнын ауыстыра алмайды екенбіз. 0,1 деген болмайды, 0-ден басталмайды. 10 күйінде қалады. 81-ден 10-ды азайсақ 71 болады. Мына жерде теріс сандардың модулі үлкені кіші болады, модулі кішісі үлкен болады. 2 мен 3-дің орнын ауыстырамыз, минус 32 болады. Бір азайтылған минус 32, 2 минус плюс болып, бірге 32 қосылып 33 болады екен. Осы идеяны енді реализация іске асыратын программа жазайық. Санның цифрларын орнын ауыстырып, максималды санын алатын mx деген функция жазайық. Бұл жерде кез келген санда 0-ден 9-ға дейін цифралар болады. Сол бізге берілген санда, санда қай цифра неше рет кездесіп жатыр, бірінші соны анықтап аламыз. Бізде барлығы 10 цифра бар, 0-ден 9-ға дейін. Сондықтан 10 элементтен тұратын m деген лист құрастырып алдық. Ешқандай цифра әлі кездескен жоқ. Сондықтан олардың 0-дермен толдырып шықтық. Енді санды тексереміз. Сан 0-ге теңеспейінше санды тексереміз. Оның цифрын алып, соңғы цифрасынан алған ыңғайлы, мод 10 деп жазсақ, соңғы цифрасын алады. Соңғы цифрасын аламыз, және ол цифра бір рет кездесін деп m листке қосып қоямыз. Және оның n санының соңғы цифрасын алып тастаймыз. Соңғы цифрасын алып тастау үшін 10-ға бөліп жібереді екенбіз. sx деген бұл жерде string, max дегенді білдіреді. Сол мағынада басында бос болады. Енді санды үлкейту үшін оны басына, егер 9 бар болса 9, жоқ болса 8-ді солай үлкеннен бастап кішісіне дейін бару керек. 0-ге дейін бару керек. 0-ді қоса алғанды алу үшін минус 1 деп жазып қоямыз. Қадамда минус 1 болады екен. sx плюс сол цифраны s-терге айналдырып алайық. Неше рет кездесті, соны анықтау үшін көбейте саламыз mi деп. Енді мына алған санды, максималды санды қайтарамыз. Оны интке айналдырып қайтарайық. sx. Бір тексеріп жіберейік. Тоғыз, 5, 3, 3, 2, 1, 0. Дұрыс сияқты. Енді ең кіші санды анықтайтын функция жазамыз. Минималды санды беретін функция жазуымыз керек. Бұл жерде де солай болады. Цифрларын неше рет кездесті анықтап алуымыз керек. Бір айырмашылығы бұл жерде енді 0-ден бастала алмайды. Сондықтан 0-ден үлкен ең кіші санды анықтап алуымыз керек.
Basına sol sifrani koyamız. Ol 1'den 9'ga дейін болуы мүмкін, 9'da болуы мүмкін. Сондықтан 9'ды қоса алғанда бір қадаммен қадам 1-ге тең болса, оны жазу шарт емес. If егер бір кездесетін болса 1-ді, бір жоқ болса 2-ні, солай 1-ден бастап 9'ға дейін тексеріп, ең кіші 0-ден бөлек ең кіші санды тауып аламыз. Бірінші, егер ол кездессе 0-ден үлкен деген немесе 0-ге тең емес деген сөз, сондай цифра кездесті деген сөзді білдіреді. MNN деп жазып қойын, айға тең болсын. Сондай цифра табылған соң циклді жалғастырудың қажеті жоқ. Ондай болса, ол келесі үлкен сандарды алып қояды. SN бұл жерде string minimum деген мағынада. Ол енді str ең басына сол ең кіші 0-ден бөлек кіші санды, ең кіші санды қосып қоямыз цифраны. Және ол неше рет кездескен, соны бірге азайтып қоямыз. Бір сондай цифраны қолданып қойдық. Енді қалғандарын 0-ден бастап 9-ға дейін қосып отырамыз. Неше рет кездесті, сонша рет қосу керек. For I in range. Енді екінші орынға 0-де қоюға болады. 0-ден бастау керек, 0 жазу шарт емес. 9-ға дейін 9-да қоса алғанда плюс 1 деп жазып қоямыз. SN плюс сондай цифра stri көбейтілген mi рет. Болды, return деп жазамыз. Енді оны intке айналдырып қайтарады екенбіз. Return int SN. Берілген сандарды оқып алайық. A мен B деп жаза салайын. Input B тең int input. Бұл жерде енді қалай болады? Бір таңбалы сан болса, ештеңені өзгертудің қажеті жоқ. If бір таңбалы сан мына жерде теріс санда болуы мүмкін. Сондықтан -9-дан 9-ға дейін болса, 9-ға дейін болса, ондай болатын болса, мына расход деп жаза салайын. Шығысты A-ның өзіне тең болады. Elif, егер ол бір таңбалы сан болмаса, 2 немесе одан көп таңбалы болса, ол теріс санда, оң санда болуы мүмкін. Екеуін екі бөлек қарастыруымыз керек. Өйткені теріс сандардың модуль үлкені кіші болады, модуль кішісі үлкен болады деп айттық. Сондықтан R тең бірінші оның модулі бойынша үлкен болу үшін кіші санды алуымыз керек. Мен ABS модулі бойынша. Және соңында алдына минус таңбасын қосып жібереміз. Ол теріс сан болмайтын болса, 0-де емес, 0-ның аралықта қалып кеткен. Онда оң сан болады. Оң сан болса, else, оң сан болса, онда максимум болу керек. Тең. Өйткені оң сандардың модулі үлкен болады. Оң санның модулі сол санның өзіне тең. Модуль деп жазу шарт емес. B қалай болады? B да дәл солай. Болады. Өзгеретін жерлері бар, бірақ мына жер B приход деп өзгертіп алайық барлығын. Приход. Мынау B болады. Мынау да B. Еш қайсы әріп қалып қойған жоқ. Мына жерде максимум болады, енді керісінше мына жерде минимум болады екен. Мысалдарда берілген сандармен тексеріп көрейік. SN деген сәйкес келмейді дейді. Мына жерге A деп жазып қойдым. Сол жерден қате кетіп жатыр. Оны шығармаппын. Print. Расход азайтылған приход.
esen. Ne haber? Ester. Ya plus bolmaydı mına жерде. Bas endi жаңадан kurup жатырмыз, тең болады екен. Жетпіс бір дұрыс. Мына келесі сан. 30. Дұрыс сияқты, тексеруге жібереміз. Мына кодтың барлығы. Бастапқы функциялар. Мына негізгі программа. Отправить. Компиляция жасалып жатыр. Accepted дейді. Келесі есепке өтеміз. Рабочее время, жұмыс уақыты. Бұл жерде Иван Иванович деген өз жұмыстарды бастаған кезде, бір жұмысты бастаған кезде сол күн, ай, сағат, минутын жазып қояды екен. Және сол жұмысты аяқтаған кезде, аяқтаған күнін, айын, сағатын, минутын барлығын жазып қояды екен. Сол арқылы ол бір жұмысты қанша уақытта атқарды, соны анықтап жүреді екен. Бір жұмысты аяқтап болған соң, екінші жұмысты бастаған кезде оны да жазып қояды екен. Басталған кезін, аяқталған кезін. Үшінші жұмыс дәл солай. Бір күні олардың парақтарының орны әрқайсысын бөлек параққа жазады екен. Орны ауысып кеткен, соны енді орындарын дұрыстап, қанша сағат жұмыс жасаған, соны анықтауымыз керек. Мына жерде орын ауысып кеткен. Мына 15-ші қаңтарда бастап 16-сында аяқтаған, мынау дұрыс. Ал мына жерде 30-ші қаңтарда бастап 11-ші ақпанда аяқтаған. Мына жерде жұмыс уақыты сағат 10-нан кешкі 6-ға дейін болады екен. Мына жерде 1 сағат жұмыс істеді, және мына жақта тағы 12 дейін 2 сағат жұмыс істеді. Бірақ мына минуттардың басы мен соңы алынады екен. Мына 0-ші минуттың басы, мына 0-ші минуттың соңы. Сондықтан тағы 1 сағатта қосылады. 3 сағат 1 минут болды. 3 сағат 1 минут. 3 сағат 1 минут. Мына екінші жұмыс қалай болды? 30-ы бар, 31-і бар, 2 күн болды, я. Мына 11-не дейін тағы ақпанда 10 күн бар, 12 күн болды. 8 сағаттан 96 сағат болады. 96 сағат. Тағы да мына жерде сағат 2-ге дейін тағы 4 сағат жұмыс істеген. 100 сағат болды барлығы. 100 сағат. Және 1 минут деп айттық. Мына жерде 0 мен 0-дің арасында 0 минут болғанымен, бірақ ол бірінші басталып жатқан кезі мына 0-ші секундтан мына 60-ші секундқа дейін тағы да 1 минут өтіп кетеді екен, тағы да 1 минут қосып қояды екен. Сонда барлығы 103 сағат 2 минут болды. Сонда есептеуіміз керек. Енді бұл жерде нені пайдаланамыз? Әр қай айда неше күн бар, соны жазып шығамыз бір листке, сосын сол айға дейін неше күн өтті, соларды анықтайтын префикс қосындысын анықтайтын тағы да бір лист құрастырып алады екенбіз. Әрбір айда неше күн бар, соны жазудан бастайық. Бірінші қаңтар 31. Мына көбісі жылы емес дейді, не высокосный деп айтылған, сондықтан мына жерде ақпанда 28 күн болады. 28 күн. Наурызда 31, сәуірде 30 күн, мамырда 31 күн, маусым 30 күн, шілде 31 күн, тамыз бен қыркүйек 31 күннен болады екен. Қазан 30 күн, отыз бір, 31,
Қаңтар, ақпан, наурыз, сәуір, мамыр. Мына 3 рет болып кетті мына жер. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Дұрыс сияқты. Шілде мен тамызда 31 күн. Қыркүйек, қазан, қараша, желтоқсан. Дұрыс сияқты. Енді осылардың префикс суммасын тауып алайық. Префикс қосындысын. Мысалға, бізге наурыз берілетін болса, наурызға дейін неше күн өтті, соны анықтауымыз керек. Мысалға, 5 наурызда бастаған болса, жұмысты сол 5 наурызға дейін жыл басынан неше күн өтті, соны анықтауымыз керек. Мысалға, сәуірдің 4-інде аяқтаған болса, сәуірдің 4-іне дейін жыл басынан неше күн өтті, соны анықтаймыз. Азайтып жіберген кезде аралығында жыл басынан неше жұмыс күні болды, сол наурыз, 5 наурыз бен 4 сәуірдің арасы келіп шығады екен сонда. Онда жасамайтын болсақ, онда наурыздың соңына дейін қанша, сәуірдің басында қанша, соны анықтап отыруымызға әр ай үшін бөлек-бөлек анықтап отыруға тура келеді. Ол көп уақыт алады екен. Сондықтан префикс қосындысын құрастырып алайық. Басында 0-ге тең болсын. Бір элемент қосып қойдық. Басында 0-ге тең. For I in range. 12 ай бар, сондықтан in range. Range 1-ден 12-ге дейін деп алайық. Енді қаңтарға дейін 0 күн бар, сондықтан 0 деп жазып қойдық. Мына 12 қоса алғанда емес. Соңғы ай қайсы ай бізде қыркүйекке дейін анықтайды да, сонда тағы келесі қаңтарға дейін анықтау шарт емес, сондықтан мына жерге плюс 1-ді жазбайды екеміз. Бір ғана элементі бар, енді келесі элементтерді append арқылы қосып отырамыз. I-1 деп жазам. Мына жер 1-ден басталып тұр. Мына жер 0-ге 31-ді қосып, ақпанға дейін 31 күн өтті жыл басынан деп жазып қоямыз мысалға. Ал наурызға дейін 59 күн өтті деген сияқты. Префикс қосындысын анықтап алдық. Енді уақыттарды қосып отыру үшін бір Т деген лист құрастырып алайық. Ол бос болады. Басында append арқылы қосып отырамыз. For I in range. K-ға дейін K-ны оқымадық. K-ны оқып алу керек. Бірінші K деп берілген еді. K-ны оқып алайық. K input K-ға дейін. Мына жол түрінде оқимыз. Мына жерде нүктелер бар, пробел, қос нүкте бар. Сондықтан оның басында стринг ретінде оқып алайық. Сосын қажетті жерін ала береміз срез арқылы. Басынан басталады. Күн 2 таңба болады екен. Day int s 2-ге дейін. Енді айды анықтайық. Ай 0, 1, 2, 3, 4. 3-тен 5-ге дейін болады екен. Ай 3-тен 5-ге дейін болады. Int 5 қосылмайды, 4 есептелінеді. Сондықтан 3-ке 2-ні қосып жібереміз. 2 символ керек. 5 деп жазуымыз керек. Енді сағат пен минут, сағат пен минут. Сағат пен минут қалай болады? Мынаны бөліп алып, осы жерін срезбен, мынаны сплит жасап жіберсек те болады. Мына арқылы. Оны да көріп, оны да қарастырып кетейік. Мына срезбен алуға да болады, неді? Бұлай алуға да болады. Int. Input'тың орнына енді мына жерде S қай символдан басталады? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-ден басталады.
7'den sonuna deyin. 7'den başlalıp sonuna deyin. Split. Probel bolsa ol жазылмайды. Мына жерде қос нүкте болып тұр. Оны жазуымыз керек. Барлығын анықтап алдық. Енді уақытты анықтаймыз. Time. Сол айға дейін қанша күн өтті. Оның алдында қанша күн болды. Бірді азайтып тастаймыз. Одан оның алдына дейін. Сол айға дейін қанша күн өткен, соны анықтауымыз керек. Берілген күнге дейін қанша күн өтті. Берілген күннен ай басынан бастап, жыл басынан бастап. Ай басынан бастап неше күн өтті, соны анықтап алдық. Күндерді анықтаған соң не істейміз? Енді 18-ге көбейтіп жібереміз. Өйткені күніне 8 сағат жұмыс болады екен. Мына жерде мына жақшалардың қажеті жоқ сияқты. Бірақ мына жерге 8-ге көбейтек. Оны сағатқа айналдырамыз, сосын минутқа айналдыруымыз керек. Сондықтан плюс. Енді сағаттар. Сағаттан бірақ онды азайтып отыруымыз керек. Сағат 10-да басталады жұмыс. Оған дейін өткен уақытты азайтып тастаймыз. Барлығын минутқа айналдырамыз. Ол үшін 60-ға көбейтеміз және минутты қосамыз. Барлығы сонда минутта болды. Ең кіші мына жерде өлшем бірлік минут болады. Сондықтан барлығы минутқа айналдырып отырмамыз. Тыға қосып қояқ. Енді мына уақыт. Append time. Барлығын солай қосып аламыз. Т листі sort times енді. Кішінен бастап үлкеніне дейін. Бірінші жұмыс басталып аяқталған. Сосын екінші жұмыс басталған. Бірінші жұмыс басталу уақыты екінші жұмыстың басталу уақытынан ертерек, сондықтан ол басында тұрады. Енді S-тең 0 жауап немесе answer деп жазуға да болады. For I in range. Мына жерде қалай болады енді? 0-ден бастаймыз. 2 қадаммен жүреміз. K-1-ге дейін барсақ жеткілікті болады екен. Не үшін 2 қадаммен? Ол басталатын уақыты және әрбір жұмысқа 2 элементтен қажет болып жатыр. Басталатын уақыты және аяқталатын уақыт. Сондықтан 2 қадаммен жүреді екенбіз. S плюс тең. Бұлай жақшаға алып жаза салайын. Сонда T I плюс 1 ол аяқталған уақыт. Азайтамыз басталған уақытын. Айның өзін. Бұл жерде әр қайсында 1 минуттан қосылып отырады дедік. Сонда K рет болса, мына жерде K бөлінген 2 жұмыс бар. Сондықтан S плюс K бөлінген 2 деп қосып қоямыз. Әр қайсында 1 минуттан қосылып отыру керек. Минуттың басында басталып, минуттың соңында аяқталады екен. Сондықтан ол аралықта да 1 минут өтіп кетеді. Енді жауапты шығаруымыз керек. Print басында сағат, сосын мына жерде минуттар тұру керек. Қос нүкте де бар, сондықтан F формат қолдана салайық. F формат. Минутты сағатқа айналдыру үшін 60-ға бөліп жібереміз. Мына жерде қос нүкте тұрады. 2 цифрамен мына жерде ведущий бастапқы нөлдерде болу мүмкін екен. Сондықтан оның ондықтарын, бірліктерін бөлек шығарайық. S процент 60 дейтін болсақ, минутты шығарады. Минут 2 таңбалы сан болса да, болмаса 0 шығу керек, болса сол басында ондықтары шығу керек. 10-ға бөліп жібереміз, бүтін бөлеміз. Сонда бір таңбалы сан болса, ондықтары 0-ге тең деп, 0,2 деп шығарып береді екен. Мысалдағы сияқты. 60, мына жерде қалдық 10 деп жазамыз. Мына соңғы цифрасын шығарып береді. Тексеріп көрейік.
103 02 dur siyahtı. Tekseruge jiberemiz. Durayt. Kompilyatsiya jasalып жатыр. Accept ettiğinden esep kabuldan. Kelesi esep sıyqırçılar деген esep eкен. Mına жерде бұл жерде A мен B массивтер беріледі. A мен B массивтер. A мен B-ның қатынасын үлкейту қажет екен. Олардың қосындысын шығару керек соңында. Мынаны үлкейту үшін алымы үлкен болу керек, бөлімі кіші болу керек. Сонда сан үлкен болады. Соны реализация іске асыратын программа жазуымыз керек екен. Бірінші оқып аламыз. Басында n деген n тең int input. Екі лист оқып аламыз. List map int map жақша int input split bu da dәл сол сияқты болады. Bu тең оқып алдық. Енді олардың индекстері қажет болады екен. Мына жерде қарайық. Ең үлкен 3 2 1 наоборот тұр, керісінше тұр 3 2 1. Индекс мына жерде 0-ден емес 1-ден басталып тұр. Мына жер кішісінен үлкеніне қарай сұрыпталу керек. Мына жерде 1 2 3 солай шығарып беруіміз керек. Мына жерде 1 2 3, мына жерде 1 2 3, олардың орындары ауыспайды, сол күйінде тұра береді екен. Сонда мынаны кему ретімен, ал мынаны өсу ретімен сұрыптап индекстерін шығарып беруіміз керек екен. Қалай істейміз? Олардың индекстерін сақтау үшін екі лист A мен B-ны қолданып қойдық. S мен D деген екі лист құрастырып алайық. Идея қалай болады? Мына ең үлкен санды табамыз. Мына жерден ең үлкен санды табамыз. Оның индексін S листке сақтап қоямыз. Немесе D лист екеуінің біріне сақтап қоямыз. Сосын ол санды кішірейтіп тастаймыз. Мына жерде 2-ның 31 дәрежесі деген қандай сан болады екен? Содан үлкен бір санды алып қойымыз керек. 2-ның 31 дәрежесі. 2 миллиард дейді. Сонда 2 көбейтілген 10-ның 9 дәрежесі болып тұр. 10-ның 10-шы дәрежесі деп жаза салайық. Үлкен бір сан бар бізде. Деген infinity шексіз деген сөз. 10-ның 10-шы дәрежесі болса жеткілікті болады екен. Сондай бір үлкен сан аламыз. For I in range бізде 1000-ға дейін болса, квадраттық алгоритм қолдансақ, миллион рет болады. Миллион рет Python'да өтеді. Bir секундта квадраттық алгоритм қолданамыз. For I in range n-ге дейін максималды санын табамыз. Мына жерде B-дан x пен минималды элементтің индексі қажет бізге. Бірінші бөлімді анықтап ала берейік. Сосын алымын анықтаймыз. Индекс бөлімі минималды болу керек. Минимум B. Оны қосып қоямыз S-ға. D-дан бастағанда болады. Неде? A максимум болады мына жерде. Оны S-ға қосып қоямыз. Append X. Және ол санды кішірейтіп жібереміз. Сонда келесі максимумды анықтаған кезде ол сан шықпайды. Мысалға, мына жерде 1 2 3 тұр. 3-тің орнына
minus 10 milliard dep жазып коятын болсок, сонда келесі максимум мына 2 болот. Сосын оны анықтап болгон соң, онда минус 10 milliard деп койсок, келесі максимум мына биринчи элемент болот экен. Мына жерге не деп жазамыз енді? A, I деп жазамыз. Тең болот. Индексин аныктадык кой, я? Индекси A емес, AX болот. AX тең болот минус шексизге. Минус шексизге. Минус 10 миллиардга мына жагдайда. Енді Y деген ол минимумның индекси болсын. Бұдан минимумды табу керек. Бұл индекс. Минимум бұдан. Оны D-ға қосып қоямыз. D-ға қосып қоямыз. Аппен индексін. Y-ті қосып қоямыз. Және B, Y тең болады. Енді оны үлкейтіп жібереміз. Келесі минимум тапқан кезде, сонда мына үлкен бір сан болса, келесі минимум 5-ке тең болады. Мынанда үлкен санға айналдырып жіберсек, мына келесі минимум 6 болады екен. Енді шығарамыз. S-пен, S-мен, S-листпен D-листті шығарады екенбіз. Индекстерін шығарамыз. Print D. Оларға бірді қосуды ұмытып кетіппіз. Бірді қосу керек. Мына жерге бірді қосу керек. X плюс 1, Y плюс 1. Өйткені мына Python'да индексация 0-ден басталып тұр, ал мына есеп шартында 1-ден басталып тұр. 3, 2, 1, 1, 2, 3. Дұрыс сияқты мынаны да көрейік. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Дұрыс сияқты тексеруге жібереміз. Тексеріп жатыр. Accepted дейді, қабылданды. Келесі есеп сортировка масс дейді. Мына жерде массалар беріледі, әртүрлі өлшем бірліктерімен соларды сұрыптап шығару керек. Қандай болады екен олар? Грамм болады екен, пут, тонна болады екен, немесе олардың алдында приставка болады екен. Кило мыңды білдіреді, мега деген миллион, гига, миллиард деген милли, мыңнан бір бөлігі деген. Бұл жерде бір пут 16380 грамм болады екен. Бір тонна ол миллион грамм екен, онсыз да білеміз, я? П деген пут болады екен, Г грамм, Т деген тонна болады екен. Кіші М болатын болса, ол милли деген. Үлкен М мега деген. К болса К кило, кіші К. Үлкен Ж болатын болса, гига деген білдіреді екен. Оларды жазып шығуымыз керек. Бірінші оларды жазып алуымыз керек. Бір словар құрастырып, сөздік соған жазып шығайық. Әр қайсы бұл жерде ең кіші өлшем бірлік миллиграмм болып тұр. Соны бірге теңдеп алайық. Миллиграммды бірге теңдеп алайық. Грамм сонда мыңға тең болады. Өйткені грамм миллиграммнан 1000 есе көп. Мыңға тең болсын.
put деген тең болады сонша грамм. Тағы 3 нөлді қосамыз. Сонша грамм. Біз миллиграммда есептеп жатырмыз. 1, 2, 3 нөлді қосып қоямыз. Тонна бар сосын. Тонна ол миллиард тонна миллиард миллиграмм болады. Миллиард деген 10-ның 9 дәрежесі түр қоямыз. Келесі енді миллиграмм. Ол бірге тең. Келесі миллипут. Мынаның өзі болады, бір ғана нөл болады. 16, 38, бір ғана нөл болады. Миллитонна дейді. Миллитонна деген сонда тонна мына жерде 10-ның 9 дәрежесі болса, мына жерде 10-ның 6 дәрежесі болады. Миллион деп жазуға да болады. 10-ның 6-шы. Мына нөлдермен шатасып кетпей үшін 10-ның 9, 6-шы дәрежесі деп жазып жатыр. Енді килоға өтейік. Енді кило, е? Килограмм 10-ның 6-шы дәрежесі болады миллиграммда. Түр қалып кетпеу керек. Килопут болады, е? Енді килопут 16, 38 нөлі бар. Сосын тағы да 6 нөл. 1, 2, 3, 4, 5, 6 нөл. Килотонна енді. Килотонна. Мына жерде 9 болса, енді 12 болады. Кило бітті, енді мегаграмм 10-ның 9 дәрежесі. Миллиграммда есептеп жатырмыз, сондықтан 10-ның 6-шы емес 9-шы дәрежесі болады. Мегапут қалай болады? Мына путтың өзін көшіріп алайын. Тағы мегасы бар. 10-ның 6-шы дәрежесі бар. Мегапут, мегатонна, е? Мегатонна 10-ның 15 дәрежесі болады. Мына жер 12 болды. Тағы үшеу қосылса 15 болады. Гигаға өтеміз енді. Гигаграмм 10-ның 12 дәрежесі. Мына жерде 9 болып тұр. Мегаграммда 12 болады. Тағы 3 қосылса. Гигапут енді. Гигапут. Ол қалай болады? Мына санды аламыз. 6-ның орнына 9 қоямыз. Соңғысы енді гигатонна. 10-ның 18 дәрежесі. 15 болды алдыңғысында. Енді 3-ті қоссақ 18 болады. Осылай сөздікке белгілеп алдық. Бізге n масса беріледі екен. Input. Оларды бір келесі жолдағы n жолдағы string ретінде оқып алайық. A тең input split. Input split деген кезде
Mına probelden 2'ge bölünüp ketet. 2 ölçemli massif bolup жатыр. Sonda birinci ölçemde 2 element bolat. San men mına harf turadi eken. Biroq ol sanda hozirgi string retinde alıp turmiz. Enge deyin. Mına 2 ölçemli massiftin generatoru boldu sonda. Mına içinde massiflerden kuralgan, en massiften kuralgan. Ol her bir massif bir na ekеуінен kuralgan. Ekеуін 2 bölükке bölüp bir massif retinde karastırıp жатырмыз. Endi ne isteymiz? Nan sortlamamız gerek. Endi sortlaw gerek. Kalay sortlaymiz? Kilit arkalı sortlaymiz bu yerde. K teng lambda x bolsun. Kilitin parametrleri kalay bolat. Int bütün sanга айналдыруу керек. Мына сандар string ретинде туруп бизде x 0 болот. Ол биринчи элемент. 0-чы элемент индекс менен эсептеген кезде onu көбөйтүү керек. Мына канчага көбөйтүү керек? Соган көбөйтөбүз. Ар кайсын d деп жазайык. x1. x1 деген мына касында турган грамм болса, мисалга грамм болса 1000га көбөйтүү керек деген сыяктуу. x1. Осылай көбейтіп сорттап шығамыз. Енді for I in a print жұлдызша I. Мынан айдың өзін жазсақ, list түрінде тікшақша үтірлермен шығарып береді екен. Сондықтан жұлдызша қосамыз. 32 234 тонна 2. Дұрыс сияқты тексеруге жібереміз. Мына accepted дейді, мына есеп қабылданды. Бүгінге сол, келесі сабақта мына сұрыптау 2 деген тақырыпқа өтеміз. Санау арқылы сұрыптау. Арифметикалық прогрессия, ең жақын нүктелер, сандар қатарын ауыстыру деген сияқты есептер бар екен. Сау болыңыздар.